Сәлем достар. Мына презентация өткеніне бір айдай болды. Енді ғана назарларыңызға дайындалды. Мынандай әдемі музыкамен сахнаға Xiaomi компаниясының маркетологы нашар көңілмен шықты. Неге нашар күймен? Өйткені бұл қиын заманда Xiaomi компаниясы COVID-19 пандемиясымен бірге күресудеміз дейді. Жарайды, қызық сәттерге көшейік. Xiaomi компаниясы 2019 жылы 4 кварталында дүние жүзінде смартфон брендтерінің ішінде 4 орында болды. Бірінші орында Apple нарықтың 20% бөліп алды. Екінші орында Samsung компаниясы 18,8%, үшінші орында Huawei 15,2% мен және төртінші орында Xiaomi компаниясы 8,9% бөліп алды. Одан соң Oppo Xiaomi'ден алыс кетпеді. Нарықтың 8,3% жаулаған. Енді бүгін паш ететін смартфон Redmi Note сериясының бірі. Айта кететін жайт, Redmi Note сериялы смартфондардың 2019 жылы 110 миллион астамы сатылды. Сол жылы осы сериялы смартфондар 7 ілгерімен марапатталды. Мысалы, Redmi Note 7 топ 10 смартфондардың ішіне кірді. Ал Redmi Note 8 2019 жылы 4 кварталында Android арасында ең көп сатылған смартфон деп аталды. Мына видеода 44 килопаскаль қысымды 35 000 метр биіктікте минус 56 градусты шыдайды деп көрсетілген. Суреттің әдемілігін және сынбағанын көрсетті. Сіздің арманыңызға сай смартфон жасаймыз дейді. Жаңалықтардан бұрын естімеген Mi Fan Festival 2020 деген смартфон шықты. Енді бүгінгі презентацияның басты себебі Redmi Note 9S. Жеңу үшін арналған деген ұранмен келді. Естеріңізге сала кетейін, Redmi Note ол орташа сегмент және көп сатылымға түскен серия. Сонымен 9 супер таңғаларлық мүмкіндіктері бар. 9 супер артықшылығы бар. Біріншісі, өте кішкентай, титтей, ұсақ, фронталды, яғни селфи камерасы бар. Диагоналі 6,67 дюйм. Жақтауы жіңішке болған соң экранның 91% дисплей. Бұндай экранмен видео түсіру, видео көру, немесе ойын ойнауға өте ыңғайлы. Заманға сай TikTok түсіріңіз деп итермелеп отыр Xiaomi компаниясының маркетологы. Диагоналі үлкен болғандықтан көп матын сияды. Көп адам смартфонды сағаттап қолданады. Көзді бұзбас үшін немістік Reinland жаңа технология қолданылған. Толық сипаттамасын жариялап қойды. Екіншісі, жаңа дизайн, бұрын болмаған дизайн, артқы жағында 4 камераны ортаға және симметриялы шаршы етіп қойып, екеуін сызып бөліп қойды. Әдемі дизайн деп бұрыштарын иілдіріп қойған. Қолға ыңғайлы болсын деп жасалған. Түстері көк, ақ және сұр. Сұр түстің жақсысы көп сатылатын, бәріне сәйкес келетін, классикалықта, спорттықта. Осындай әлемде 3 түсті болады. Әр адам ұнағанын таңдап алады. Қараңыздар, қандай әдемі түс. Таңғаларлық дизайн ол әлі екінші қасиет. Үшінші, процессоры Qualcomm Snapdragon 720G. Бұл жаңа процессор. Және ең қызығы Snapdragon 730-бен бірдей. Ал көбінесе орташа смартфондарда Snapdragon 730 процессоры тұр. Жиілігі 2,3 Гц ол да жақсы көрсеткіш. Жалпы геймерлерге жарайтын смартфон деп мақтап отыр. Сан жағынан бұрынғыдан процессорын 40%-ке күшейткен, видео жағынан 14%-ке күшейткен, ал жасанды интеллект 115%-ке жақсартты. Antutu Benchmark тесті бойынша 278 000-ды көрсетеді дейді. Бірақ пысық блогерлар қазірдің өзінде осы смартфонды қолға алып, тексеріп 254 000 көрсетіп тұр дейді. Antutu бойынша Samsung'та ең көп сатылған смартфоны A51-ден 57%-ке артық көрсетеді.
ал графикалық адаптері 90%-ке артық. Немесе 2 есе артық десе болады. Геймерлер қайда? Сіздерге арнапты ғой бұл смартфонды. Енді көп ойнайтындарға ішкі жады үлкен болу керек. Бұнда 128 гигабайт ішкі жады қойылған. Ойыннан басқа фото, видео көп жинау үшін арналған. Ал ол аз болса 512 гигабайт SD карта салсаңыз болады. Төртіншісі, Redmi Note 9S жан-жағынан ұлғайтып, аккумуляторында ұмытпады. Процессор ең күшті болмаса да, аккумуляторы 5020 мАч. Ондай аккумулятор өте мықты смартфондарға қойылады. 2 күннен артық қолдануға болады. Салыстыру үшін Samsung Galaxy A51-де 4000 мАч. Және сол 5020 мАч аккумуляторды тез қуаттау үшін қорабында 18 ваттық адаптер болады. 1,5 сағатта толық толтырады. Әйтеуір ойын ойнасын деп барлық жағдай жасалған. Бұндай аккумуляторы бар смартфон Redmi Note 9S нарықтағы ең жіңішке смартфон десе болады. Сонымен мынандай процессормен, графикалық адаптермен, аккумулятормен және тез қуаттайтын адаптермен ең көп сатылады деп үміттеуде Xiaomi компаниясы. Бесіншісі, ал енді камерасына келдік. Керемет шаршы камера, негізгі камера 48 мегапиксель, кең бұрыштысы 8 мегапиксель, макро линзасы 5 мегапиксель және портреттік сурет үшін 2 мегапиксель камерасы болады. 48 мегапиксельдік камерасы әр бөлшекті жақсы түсіреді. Жақындатсаңыз, сапасы жойылмайды. Блогерлар салыстырғанша, Xiaomi маркетологтары өздері әйгілі Samsung Galaxy A51 смартфонымен салыстырып отыр. Айтпақшы, A51-дің де негізгі камерасы 48 мегапиксель. Енді суретті жақындатсаңыз, Redmi Note 9S өз сапасын жоғалтпаған. Естеріңізге салайын, Xiaomi өзінің заттарын Samsung-пен салыстырады, ал Huawei смартфондары iPhone-ға қарай бағыттайды. Келесі, кең бұрышты камерасы не түсірсеңіз де әдемі шығады. Портретті режим басқалар сияқты артқы фонды бұлыңғыр жасайтын қасиеті бар. Ал макросъемканың мүмкін пайдасы тиер. Бағана айтқандай, iPhone-да ондай линза қойылмайды. Ал кейбір кезде қатты жақындатып түсіргім келеді. 4 режимнан басқа түнде де анық түсіретін қасиеті бар. Енді нашарлау басқа мықты смартфондармен салыстырсаң, бірақ түсіреді. Жарықты азайтып, баланс сақталған. Селфи камерасы 16 мегапиксель. Осымен камера жағын қорытындылап отыр. Алтыншысы, көбінесе қымбат смартфондарда қосу өшіру батырмасында саусақ сенсоры қойылған. Мына арзан смартфон соны қайталады. Жетіншісі, супер аудио жүйесі орнатылған. Дыбыс бұрыннан 30%-ке қатты шығады. Және оған қоса 80%-ке бас күшейткен. Сегізінші, дисплей астыңғы жағында 3,5 мм мини-джек бар, Type-C қосқыш, монодинамик, ал үстіңгі жағында инфрақызыл порт бар. Тоғызыншы артықшылық және соңғы артықшылық сапасы. Смартфонның екі жағы да оңайлықпен сынбайтын Gorilla Glass 5 шыныдан жасалған. Бірақ жақтауы пластик. Су тамшыларынан қорқпайды. Сонымен 9 негізгі артықшылық көрсетілген. Енді сіздер бұл смартфон туралы бәрін білесіз. Тез қайталап жіберсек, ол тегіз дисплей, әдемі дизайн, жаңа супер процессор Snapdragon 730G, супер аккумулятор, 48 мегапиксельді супер камера, супер аудио дыбыс, саусақ сенсоры және технология, 3,5 мм мини-джек және жоғарғы сапа. Ал енді осының бәрі бір презентациялық видеода. Енді бәрін қызықтыратын ол баға. Ең бірінші орташа сегментті смартфондарды салыстырайық. Ол Samsung Galaxy A51 және Oppo Reno 2F. Қарасаңыз, Redmi Note 9S дисплей көлемі, процессоры, аккумулятор жағынан озып тұр. Егер Redmi Note 9S 4 ГБ азу және ішкі жады 64 ГБ таңдасаңыз, малазиялық рингит валютасымен 799 болады.
ал ол теңгемен шаққанда 80 000 теңге. Ал 6 гигабайт азуы бар ішкі жады 128 гигабайт таңдасаңыз, ол 90 000 теңге деп әлемге сатылады. Менің ойымша өте арзан баға. Бірақ қуануға әлі ерте, өйткені бізге жеткенше бағасы өзгеруі мүмкін. Мысалы қараңыздар, AliExpress'те бұл смартфон 120 000 теңгедей. Яғни біздің магазиндерге келгенше, салық пен жалға алған магазиндер төлегенше қымбатқа сатылуы мүмкін. Күтеміз, көреміз. Және мына карантинмен қашан келуі белгісіз. Өйткені Xiaomi компаниясы бұл смартфонды сәуір айының басында сатылымға шығарды. Бірақ қазақ жеріне, қазақ еліне әлі келмеді. Осымен презентация әлі бітпеді. Сіздерге тосын сый дайындап қойды. Презентацияда ақылды және кішкентай проектор, 5 қадамды фильтрациясы бар шаңсорғыш көрсетілді. Осымен сөзін аяқтап, бәрімізге денсаулық тілеп кетті. Ал енді өзімнің ойымды қосайын. Xiaomi компаниясының маркетологы айтпай кеткен мәліметтері. Redmi Note 9S-тен басқа Redmi Note 9 Pro және Pro Max бар. Бірақ 9 Pro және Pro Max ол Үндістан еліне арналған. Яғни орыс тілі жоқ. 9 Pro мен 9 Pro Max-тың негізгі айырмашылығы 9 Pro Max-тың камерасы 64 мегапиксель. Терең қазатын болсақ, камерадан көп күтпеңіз. Өйткені 9S, 9 Pro камерасы бұрынғы Redmi Note 8 сияқты, ал 9 Pro Max бұрынғы Redmi Note 8 Pro сияқты. Әдетте, егер өзгеріс аз болса, алдыңғы нұсқасы арзандап, соны алуға кеңес береді. Келесі видеода екі смартфонды салыстырып көремін. Қызықты болса, лайк басыңыздар. Айтпақшы достар, көбілерің неше түрлі сыйлық ойнатшы дейсіңдер. Бірақ ол үшін қаралым көп болу керек. Сол үшін бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Және жақын уақытта ойын болуы мүмкін. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар.